Халық парламентімен мына митингінің мақсаты, халық парламентінде біз митинг өткіземіз. 19 наурыздағы сайлауды легитимді деп тануға болмайды, ол заңсыз сайлау деген мәселе көтергенбіз. Байланыс сол, мынау халық парламент жиынында көтерілген мәселе осы жерде жалғасын тауып. Неге қорқамыз? Қорқуға болады, егер мемлекет басында отырған адамдар не депутат болса, ақыл-есі дұрыс емес болса, онда қорқуға болады. Бұлардың ақыл-есі дұрыс емес, ертең тағы да қырып салуы мүмкін. Қанша дегенмен дендер саушылар деген үміттеміз. Митингінің мақсаты кезектен тыс өткен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен облыстық қалалық аудандық мәслихаттарының сайлауын 19 наурызда өтті. Заңсыз деп тану жөнінде. Өйткені бұл жерде заң бұзушылықтар өте көп болды. Дауыс берушілердің санын көрсеткен кезде бұрмалап көрсетті. Аманат партиясының мүддесіне қарай және биліктің ығындағы кандидаттардың пайдасына қарай. Әділетсіз сайлау болды. Заң бұзушылықтар өте көп болды. Туралы әлеуметтік желілерде дәлел ретінде көптеген видео материалдар болды. Қаншама хаттамалар толтырылды. Қазіргі енді тіпті бұл заң бұзушылықтарды қорғап сол үшін жанталасып жатыр. Міндетті түрде назар ауады. Өйткені оларда қанша дегенмен адам ғой, екі көз, екі құлағы бар. Көреді, естиді. Көздерін тарс үшін құлақтарын бітеп отыра алмайды. Оның үстіне президент Тоқаевтың өзінің айтқаны бар, біз еститін үкімет құрамыз дейтін. Егер сол сөзі өтірік жалған болмаса, естиді деген үміттеміз. Халықтың санының аздығын ең алдыменен ауа райына апарып тақап қояйықшы. Бұрын астық өнім алынбай қалса, басқа бір шаруа жүрмей қалса, ауа райының қолайсыздығына байланысты дейтін еді ғой. Сол сияқты гидрометтерде осы қайта-қайта күн жауады, Алматыда қар араласып кетуі мүмкін деген сияқты нәрсені айтты. Енді таңертең тұра салып жұрт қарады, аспан ашылып келе жатты. Енді ол мен былай жай ғана табиғаттың әсері болды ма деген сұраққа жауап ретінде айтып отырмын. Бұл жерде табиғаттың әсері емес, биліктің әсері. Биліктің ұрып, жаншып, таптап, алаңға шыққандарды атып, атқаннан қалғандарын апарып қамап, соттап, қудалауы. Бұл өзінің, былайша айтқанда, билік үшін пайдасын тигізді, тырнақшаның ішінде. Жасыратын жоқ, халық қазір үрейде, митингіден қорқады, жиналудан қорқады, өз ойын, сөзін, қарсылығын, наразылығын жеткізуге. Ол уақытша нәрсе. Уақытша нәрсе. Осы жерге жиналған адамдардың өзінде қарасы меніңше аз емес. Біршама адам келіп тұр. Бұл нені көрсетеді? Бұл адамдардың сол үрейден арыла бастағандығын көрсетеді. Біздің мақсатымыз да сол, халық толық үрейден айырылу керек. Мына алаңға мыңдап адамдар шығуы керек. Мыңдаған адам, 10 мыңдаған адам шықса, Назарбаев қашып кетті ғой. Бір жолата. Алдында кетті. Ақыр кеткен сол қаңтар 22-ші жыл. Сол сияқты бейбіт жолменен талап қою арқылы халық өзі қаламаған, өзі сайламаған үкіметін, билігін толық кетіре алады. Құдай қаласа біз соңғы жетеміз. Ол үшін азаматтар өзінің құқығын түсіне білу керек, соны қорғай білуі керек. Азаматтардың құқығын өзінен басқа ешкім қорғамайды, қолдамайды. Жаңа көрдіңіздер, акиматтың адамы менен прокуратураның адамы не айтып кетті. Олар конституцияны сыйлап отырған жоқ. Олар заң сыйлап отырған жоқ. Заңда көрсетіп қойған ескерту алу керек. Ескертуді бермесе, ескертуді қалай алады? 1 рет бересің, 10 рет бересің, 38 рет ескерту беріп, митинг жасай алмаған адамдар бар, дәл осы Алматыда. Сондықтан ол заңды биліктің пайдасына қарай жасаған, солардың қолдануына, ыңғайына қарай. Біздің талабымыз ол заңдарды өзгерту керек. Мына алаң, митинг өткізетін алаң болуы тиіс. Қай күні болмасын, кез келген сәтте бір арнайы мемлекеттік қоғамдық шаралардан басқа бос күндерінде. Мен өзі де саяси тұтқынмын. Айырмам тек қана бостандықта жүрмін.